Қазақ тілі ұлттың жаны, халықтың рухы, ата-бабадан қалған асыл мұра. Оны құрметтеу әр азаматтың парызы ғана емес, болашақ алдындағы жауапкершілігі. Бүгін біз қазақ тіліне деген ерекше ықыласымен оны үйреніп қана қоймай, күнделікті өмірде белсенді қолданып жүрген азамат Хасантаев Исмаилмен танысатын боламыз. Ол мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге өз үлесін қосып жүрген нағыз тіл жанашыры, өз ісімен өзгеге үлгі бола білген азамат. Қазақ тілін білу тек қарым-қатынас құралы ғана емес, бұл елге деген құрмет, тарихқа деген тағзым, мәдениетке деген сүйіспеншілік. Алдағы сұхбатта біз оның қазақ тіліне деген көзқарасын, бұл тілді қалай меңгергенін және жастарға айтар ой-пікірін білетін боламыз. Сіз үшін қазақ тілі нені білдіреді? Қазақ тілі мен үшін тек сөйлеу құралы емес, бұл тұтас бір халықтың тағдыры мен тарихы. Бұл тілде сөйлеу арқылы мен сол ұлтқа және мәдениетін деген құрметімнің айрықша белгісін көрсетемін. Қазақ тілін қалай және қандай жолмен меңгердіңіз? Қазақ тілін бала күнімде теледидардан қазақша бағдарламаларды көру арқылы, сондай-ақ көптеген іс-шаралар мен байқауларға қатысып, қазақ тіліне деген құрметім мен сүйіспеншілігімді арттырдым. Жалпы Қазақстанда тұрып жатқан әрбір азамат қазақ тілін білу керек деп есептеймін. Қазақстанда өмір сүру сіздің дүние танымыңызға қандай өзгеріс әкелді? Қазақстанда өмір сүру мен үшін кең ойлауға, түрлі мәдениет пен көзқарасты құрметтеуге үйретті. Өйткені бір шаңырақ астында әр ұлт өкілдері тату-тәтті бейбіт өмір сүріп жатып, сыйластықтың не екенін айрықша көрсетіп жатыр. Бұл үлкен маңызды көзқарас деп сенемін. Қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүрлерінен сізге қайсысы жақын? Мысал келтіріп айтып өтсеңіз. Қазақ халқының мәдениеттерінен бірі бұл қонақжайлығы. Үйіне келген әрбір қонақты төріне шығарып, қоразындағы бір малын шығарып, дәм-тұздан ауыз тигізіп, керемет сый-сияпаттарымен шығарып салатыны мен үшін қатты қуантады. Және де түрлі салт-дәстүрлері бар. Әрбір мерекеде өзіне тән ұлттық тағамдары бар. Мысалы, Наурыз көже бұл өте ерекше, өзіне тән ерекше дәмімен өзінің қазақилығын көрсетіп тұратын ерекше ұлттық тағамдардан бірі деп айтсам болады. Өз ұлтыңыздың және қазақ халқының бір-біріне ұқсас қасиеттері бар деп ойлайсыз ба, және қандай? Әрине, екі елдің де бір-біріне ұқсас қасиеттері өте көп. Мысалға айтатын болсақ, отбасындағы құндылықтар, үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты ерекше қасиеттер екі елге де тән. Тағы мысалға айтатын болсақ, ұлттық күндер, мерекелер. Мысалға, қазақ халқында Наурыз мерекесі мен өзбек халқында да екі елде бірдей тойланады. Қазақ халқында Наурыз көже дайындалса, өзбек халқында сумаляк атты ұлттық тағам дайындалады. Бұл екі елдің бір-біріне ұқсастығының айқын көрінісі. Керемет жауаптарыңызға алғысымды білдіремін. Бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.